Мен оған еш намыстанбадым. Бір-бірімізді жетектеп жүріп, өмір қиыншылықтарын бірге жеңіп келеміз. Әкемнің қалай балтақ ұстауға мәжбүр болып қалғанын білмеймін. Оның айтуы бойынша, мен әжемнің қолында өсіппін. 1-ші сыныпқа барғанда, анам мен мектепке келдім. Әкем біздің қасымызда ұзақ жыл болмады. Көбіне әжемнің қолында тәрбиеленгендіктен ата-анаммен ісім болмайтын. Өйткені мені тәрбиелеген үйде маған қажетті нәрсенің барлығы бар еді. Содан бір күні әжем маған «Әке-шешеңе барамыз» деп қала маңындағы бір ауылға келдік. Ол кісі өте мықты болатын. Балаларына еш салмақ салмайтын. Волга көлігін айдап жүре беретін. Сонымен келсек, әкем бізді есік алдында балтақпен тұрып қарсы алды. Мен еш нәрсе түсінбедім. Үйге кірсек, тіпті дастархан жасалмапты. Ұзақ жол жүріп келген менің көзім бірден жейтін нәрсе іздеді. Анам әбден жылаған, көзі қызарып тұр. Әжеме көп нәрселерді айтты. Келін, мына балаға жаның ашымаса, екеуін де алып кетемін. Балама зорлап сені ешкім қоспады. Күйеуің ақша тауып, дүркіреген кезде жер-көкке сыйғызбайтын едің. Мүгедек болғанда саған салмағы түсті ме? Деп біраз сөйледі. Мені ойнап кел, деді де өздері сөйлесті. Мен далада мұңайып отырмын. Анамның мүгедек азаматпен бір шаңырақ астында тұра алмаймын, ажырасамын деген сөзін естідім. Әкем тіс жармады. Бір кезде бәрі далаға шықты. Жүгіріп қастарына келдім. Әкем, сен шешеңмен қаласың ба, әлде бізбен кетесің бе? Деді. Мен жыларман болып әжеме тығылдым. Өйткені анамның жанында тіпті болған емеспін. Анам дегені болмаса, маған жат адам секілді. Жаныңның барында айт, деп әкем зекіп жіберді. Анам, сендер балаға жаман үйретіп жатсыңдар, бала менікі, деп маған тұра жүгірді. Әжем білегінен ұстады да, қызым, бала сенікі, сәл есіңді жи, жағдайыңды жөнде, содан кейін алып кетесің, деді. Үйдегі әкемнің заттарын салып алып ауылға келдік. Әжемнің үйіне келген соң, көрші қолаңдар кіріп шығып жатты. Әжемнен сұрап едім, әкеңмен сәлемдесіп жатыр, деп жауап берді. Бар білетінім сабақ, одан қалды компьютер. Мен әкеммен еш нәрсе сұрамаймын. Ол да ашылып, еш нәрсе демей жүріп жаттық. Әжем, мына жуатай мектепті бітіріп оқуға түссе қиналады, деп үйді, мал-мүлкін сатып қалаға көштік. Пәтер сатып алмады. Жекеменшік үй алып, жанынан дүкен ашты. Бір бөлмені аяқ киім жөндеу дүңгіршегіне айналдырды. Әжем сатушы, өзі тасушы, әкем етікші. Мен біраз уақыт шаруасын дөңгелеткен соң, монша асхана ашты. Ауылдағы жұмыссыз бала шағасын, немерелерін әкеліп жұмысқа салып қойды. Жері кең, үйі кең, созыла беретін сияқты. Әкем екеуміз ұзақ сырласатынбыз. Тағдырым деп арақ ішпеді, темекі де тартпайтын. Әжемнің оның жағдайын суыртпақтап сұрасам, тағдырдың маңдайына жазғаны дегеннен аспайтын. Уақыт деген зымыран. Анам болса сол күйе бізге жоламады. Әжемнің жанында жүргендіктен мен соншалықты анамды іздемедім. Мектепті жақсы бітірдім. Жоғарғы оқу орнына да қиындықсыз түстім. Әкем оны туыстарына жуып берді. Анамды шақырттық, бірақ міз қақпады. Оқу басталар алдында маған, менің көзімнің тірісінде үйлен, мен олай-бұлай болып кетсем далада қаласың. Әкеңе қарайлап жүріп қаларсың, жағдайларың қиын болады, деді. Алла әжемнің тілеуін берді ме, үйленетін болып шештім. Қызымды үйге таныстыруға әкелер шақта, менің әкем мүгедек, балтақпен жүреді, деп қойып қалдым. Қызымда ойланбастан, несі бар, екеулеп күтеміз, деді. Мойнымнан бір ауыз жүк түсті деген нақылдың мәнін енді түсіндім. Міне,
содан бері тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Әжем бақилық болған. Бүгінде көп балалы әкемін. Әлеуметтік жағынан жалғыз екенімді сезбегеніммен, туыстық жағына келгенде қатты жалғызсыраған кездерім болды. Басымнан кешкен өмірді де өсиет етіп айтатындай жағдайды көрген соң, жастарға да өнеге болсын деген ниетпен қолыма қалам алған едім. Жақында балтақты жанды көрдім. Күтімі болмағандықтан алақанын жайып садақа сұрап жүр. Ішімнен мына азаматтың да жанұясы болған ғой. Балдақсыз көп ақша таппайсың, деп әйел бала-шағасы далаға лақтырып жіберген ғой. Әжемнің ақылдылығы болмаса кім біледі? Әкем түгілі мен де қаңғып қалатын едім. Біздің тұрмысымызды түсініп, балдақты әкемді өз әкесіндей алақанына салып күтіп келе жатқан әйелімді мақтарға сөзім жетпейді. Достар, менің Өмір Өзен атты арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыз.